Жетпесе де ақпараттар онсыз бізге сауаттылық қалыптаспас мына жүзде жаңалық газет сынды терминдерден хабардар болмас едік. Мен де сізде. Армысыздар қадірлі қауым. Әр бастаманың, әр дүниенің өзіндік бір тарихы болады. Сол секілді бүгінгі репортаж тақырыбы үлкен адамның кішкентай тарихы. Бүгінгі репортаж жүргізушісі мен Дәрмен қызы Әлия. Алматы облысы Кербұлақ ауданының Қызылжар атты шағын ғана ауылында 1971 жылдың 9 желтоқсанында кейін бүгін бүкіл елге танылған тұлға Бейсен Құранбек дүниеге келді. Журналистикаға деген қызығушылығы оны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жетелеп, сол жерде кәсіби білім алды. Еңбек жолын республикалық спорт газетіне тілші және жауапты хатшы қызметінен бастаған Бейсен аға кейін өзінің бар ғұмырын телеарнамен байланыстырды. Рахат, 31-ші арна, Хабар және Президент телерадио кешені бәрі де оның білігі мен қолтаңбасын қалдырған ордалар. Журналист күнде өзгеріп тұрған өмірдің ізіне түсіп, сол сәттің шынайы демін қағазға немесе экранға түсіретін адам. Ол қоғамның көзі, құлағы, тілі. Қала көшелеріндегі әдеттегі қозғалыстың арасынан да ол өзгеше нәрсені байқап, соны оқырманға жеткізудің жолын табады. Журналист факт пен сезімнің арасында көпір бола алатын тұлға. Ол ақпаратты жай ғана жинап қоймайды, оны түсінеді, талдайды. Адамдардың көңіл күйін, уайымын, үмітін сезініп, сөзге айналдырады. Оның жұмысында әрбір сұрақ ізденіс, әрбір жауап жаңалыққа апарар жол. Жас журналист ретінде Бейсен Құранбектен жеке сұхбат алу өмірлік арманым еді. Өкінішке қарай, елге елеулі, жұртқа сыйлы тұлға 2020 жылдың 18 мамырда дүниеден өтті. Бірақ оның артында қалдырған еңбегі, өрнекті жолы, жылы жүрегі халықтың жадында мәңгі сақталары сөзсіз. Қарапайым адамның үнін көпшілікке жеткізіп, қоғамдағы өзгерістердің жүрегін тыңдаушы. Кейде ол оқиға ортасында жүреді, кейде бір адамның еселіне тұтас ғасырдың тынысын ашып береді. Дәл солай мен де бүгін репортажымыздың арнайы қонағы, филологиялық ғылымдардың докторы, ілиястанушы, журналист Иманғазинов Мұратбек Мүбірханұлынан сұхбат алатын боламын. Сәлеметсіз бе, уақытыңызды бөліп сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін алғыс білдіремін. Бүгін біз сізбен үлкен адамның кішкентай тарихы атты тақырып аясында сізден сұхбат жүргізбекпіз. Өте қуаныштымын. Рахмет сұхбат алғандарыңызға. Енді сұрақтарға көрсек, өз шығармашылық жолыңыздың бастауын қалай еске аласыз? Журналистикаға келуіңізге не әсер етті? Журналистика бұл Ахмет Байтұрсыновтың айтуы бойынша халықтың үні, құлағы, көзі деп елестетеміз. Сол тұрғыдан келген уақытта маған журналистика деген сөз өте қасиетті ұғым. Бұл өз ұлтымыздың, өз халқымыздың былайша айтқанда рухани дүниесі болғандықтан, рухани әлем болғандықтан мені өте қызықтыратын. Елде не болып жатыр, не істеп жатыр, қалай болашақта болмақ, осы тұрғыдан келген уақытта журналистикаға келген себебім де сол екен. Өте керемет жауап. Екінші сұрағымды айта кетсем, Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығын зерттеуге сізді не тартты? Бұл бағытта таңдауыңыздың жеке себебі бар ма? Ілияс Жансүгіров қазақтың тұңғыш журналистінің, профессионал журналистінің бірі. Ол кісі кезінде Мәскеудің журналистика институтында оқып, 25-28 жыл. Ол кісі қолына диплом алған үлкен маман. Сондықтан ол кісінің жүріп өткен жолы, творчествосы, ол кісінің айтқан сөзі, журналистиканың түрлі сала ғой. Сол сала бойынша ол кісінің айтқан пікірі мені өте қызықтырды. Сондықтан сол кісіден үйрену, сол кісіден өнеге алу, ол кісіден кәдімгі үлгі алу мақсатында осы Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығына, журналистикасына көңіл бөлу. Енді осы жөніне келген уақытта Ілияс Жансүгіровтің бағыты өте маған ұнады. Ол кісінің ең бірінші нені мақсат етті, нені жазды, нені қызықтырды, сол қызықтырған дүниенің барлығын ол кісі қалай
әдемі қылып сүйкімді қылып үлгілі есебінде елге халыққа берді. Сол тұрғыда келген уақытта мен осы Ілияс-Жансүгіровтің жол жөнінде енді көп нәрсе үйрендім, көп нәрсе алдым, көп нәрсені ой тұрғысына келгенде, идея тұрғысына келгенде осы Ілияс-Жансүгіровтің журналистика саласы өте маған үлгі берді. Жауабыңыз өте толық, рахмет. Үшінші сұраққа келсек, докторлық диссертацияңызда көне қазақ және антикалық әдебиеттердің байланысын зерттедіңіз. Осы еңбегіңізден қандай негізгі тұжырымдарды бөліп айтар едіңіз? Әлем әдебиет дейміз ғой, сол әлем әдебиетінің бастау бұлағында тұрған антик әдебиеті. Өйткені осы бүкіл Европа, Азия десем болады, Шығыс Азия, Батыс Азия, осы антиканың үргісі арқылы антиканың бар болмысы барлығы осы бүкіл елдерге үлкен әсер тигізді. Мысалы, кез келген уақытта, кез келген тұста осы антиканың прозасы, поэзиясы, драмасы, жолы, оның барлығы осы елдің барлығы содан үйреніп, дамытылып соны алған болады. Мысалы, кез келген уақытта, мысалы, ол антиканың термині, лексиконы, оның үлгісі осы елдің кәдімгідей дамуына үлкен әсер тигізген болды. Ол енді осы үлгі ел, халық содан үйреніп ары қарай дамыған болды. Сол даму арқылы өздерінің әдебиетін, өздерінің үлгісін жасап берген. Сол арқылы біз осы антиканы біз үйренуіміз керек. Оны қазақ әдебиеті де одан кем қалмайды. Біздің қазақтың ұлылары, мысалы, Абай, Ильяс, одан кейін Сәкен, Бейімбет сияқты ұлы тұлғалар кезінде осы антикаға үлкен мән берген, үлкен үлгі алған. Оның формасы қандай, оның берері қандай, оның әр жанр бойынша өзінің жолын міндетті түрде осы әдебиетте үйрену арқылы осы біздің әдебиетімізді жасаған болады. Сондықтан да антика әдебиетінің болмысы өте ұлы, өте үйренер дүниесі көп, өте мол деп есептеуге болады. Жақсы. Енді төртінші сұрақ. Ғылыми және педагогикалық қызметте сіз үшін ең үлкен жетістік немесе қуаныш әкелген сәт қайсысы? Мен үшін өте қуанышты жайт әдебиетке келгендігіміз. Мысалы, әдебиеттің өзінің адамға беретін болмысы ерекше. Мысалы, шығарма оқып отырсыз ғой. Шығарма оқып отырған уақытында, мысалы, әрбір кейіпкердің сөзі, диалогы, айтқан сөздің барлығы адамға үлкен әсерін, рухани әсерін береді. Одан жаманнан жиренесің, жақсыдан үйренесің. Осы жазушылардың немесе ақындардың осы халыққа берген дүниесі ең бірінші кезекте адамның өсіп жетілуіне үлкен әсерін тигізеді. Мысалы, Абайды айта алатын болатын болсақ, Абайдың 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол дейді. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің ауырды дейді. Адамның болашағын кәдімгі жазып берген. Сонда өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, малшашпақ дейді. Одан қашу керек. Одан оның қасына адам бойына жоғалтпау керек. Сонда мүмкіндігінше, неге үйренеміз, қайда барамыз деген уақытында, мысалы, білім, ғылым, тіл, үлгі боларлық дүние. Осы 5 нәрсе, мысалы, 5 нәрсеге асық бол деген сөзі, адам болам десеңіз деген уақытында, адам болу үшін осы Абайдың үлгісін, Абайдың айтқан дүниесін үйрену керек. Сол арқылы адамды өстеп, жетілет. Онымен қазіргі шәкірттерге де айтатыны сол. Сендер осы Абайдың өлеңінен міндетті үйрендер, өлеңін жаттаңдар. Сонда сендердің өздерінің өмірлерінің болашағы, өмірлерінің үлгісі сол болмақ. Сонда ғана сендер өсіп жетілесің деген ойды мен жиі айтамын. Мен осы тұрғыдан келген өзімнің принципім сол.
Күшті, керемет. Және ең соңғы сұрағым, қазіргі жас әдебиеттанушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Неден бастау керек деп ойлайсыз? Жас әдебиетшілер еңбекқор болу керек, ерінбеу керек, жалқаулықты бойынан алып тастау керек. Мүмкіндігінше көп нәрсені үйренетін болатын болсақ, бұл өзінің өмірге үлкен болашағына жол салып береді, бағдар береді. Сондықтан дағы ерінбеу керек, жалықпау керек, оқу керек, істену керек. Сол арқылы өзде рухани дүниесінде бай болатын болса, ол адам жан жағына сәуле шашып тұрған сияқты болады. Сол сәулесі адамды жылыту керек. Немен жылыту керек? Ізгілікпен, адалдықпен, еңбекқорлықпен, көп нәрсе білемдеушілік болса адамнан осы жеке үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан да сол жастарға айтатыным осы жас әдебиетшілер мүмкіндігінше көп оқу керек, көп іздену керек деп есептеймін. Күшті. Рахмет сізге біздің сұхбатымызға келіп, осылай өзіңіздің барлық осы сұхбатқа арналған сұрақтарға жауап бергеніңізге өте үлкен алғыс айтамын. Рахмет сіздерге де. Өсіп, сіздеріңіз де жолда өздерінің еңбектерін жеңіздер. Әрдайым биікте болыңыздар, мерейлерің үстем болсын. Рахмет. Бейсен Құранбек халықтың мұң-мұқтажын шынайы жеткізе білген, әділдік пен адамгершілікті ту еткен ерекше журналист. Оның бағдарламалары көптеген адамның тағдырына оң әсер етіп, қоғамдағы түйткілді мәселелердің шешілуіне жол ашты. Бейсен ағамыздың еңбегі журналистиканың қаншалықты жауапты, әр адамға жақын мамандық екенін дәлелдейді. Жалпы журналистер қоғам айнасы, халық пен билік арасындағы көпір. Олар шындықты дер кезінде жеткізіп, әлеуметтік мәселелерді көтеріп, қоғамды алға жылжытуға үлес қосады. Бейсен Құранбек сынды тұлғалар журналистиканың абыройын асқақтатты. Оның жолын қазіргі және болашақ журналистер үшін үлкен өнеге.